Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ескерткіштер өткені мен бүгіні жобасының кезекті санын назарларыңызға ұсынады. Даңқты қолбасшының құрметіне еліміздің түкпір-түкпірінен ескерткіштер ашылған. Солардың бірі де бірегейі Тараз қаласында орналасқан ескерткіші. Бауыржан Момышұлы ескерткіші ең алғашқы рет Тараз қаласының орталығында Жамбыл облыстық қазақ драма театрының алдына 2000 жылы қойылған. Ал аталған ескерткіш кейіннен Бауыржан Момышұлы атындағы Жеңіс саябағына ауыстырылды. Ескерткіштің мүсіншілері Әлдеков және Рүстемов, архитекторлары Дембаев және Байекеев. Гранит тұғырға орнатылған қола мүсін халық батыры Бауыржан Момышұлының батыл кейпін ашқандай айрықша көз тартады. Мүсіннің биіктігі 4,6 метр, ал тұғыры 3,3 метр. Тұғырдың бетінде гранит тақташаға Бауыржан Момышұлы деп жазылған.